Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді мен өз каналымда көргеніме қуаныштымын. Каналға тіркеліп алыңыздар, ал біз бүгінгі сабағымызды жалғастырайық. Өткен сабағымызда біз осы инструменттермен таныстық. Және де қалай отмена жасау керек екенін, слойлармен танысқан болатынбыз, және де тағы да басқа жұмыстармен таныстық. Енді бүгінгі сабағымызда инструмент рамкамен танысамыз. Оның ыстық клавишасы S болып табылады. Және де инструмент кадрирование перспективы. Осыны да қозғайтын боламыз. Ал инструмент раскройка, онымен инструмент выделение фрагмента, бұларды жеке сабақта өтетін боламыз. Бұл инструменттер кімдер сайтпен жұмыс жасайды, соларды дамыту үшін керек, соларға керек болып табылады. Бұл фотоға редактирование және тағы да басқа монтаждарына ондай аса қатты қажет емес. Сол үшін де бұларды мен жеке сабақта қарастыратын боламын. Енді біз өзіміздің инструмент рамкаға келетін болсақ, осы бұрышынан бастап белгілейміз. Сосын мынаның бұрыштарын мышканың сол жағына басып тұрып, кішірейтіп немесе үлкейте аламыз размер. Өзімізге керекті размерді осылай белгілеп аламыз. Сосын екі рет басып жеріп кадрировать етеміз керекті размерді. Осылай. Сосын жалпы міне қарайтын болсаңыздар, мына жоғарысында, ортасында тұр ғой сызық. Соған басу арқылы біз высотасының биіктігінің размерін осылай өзгертеміз. Және де мына жанында V деп цифралар тұр ғой. Енді мына жерде дюйммен алынған размер. Сол жерде размерінің мөлшерін қарауға болады. Не болмаса жанындағы сызығын тоже басатын болсақ, ол кезде уже ширинасы бізде анықталады. Соны тоже өзімізге келтіре аламыз. Сосын айта кетейін, мына жерде осылай басатын болсақ, осындай екі стрелка екі жағына деп көрсетіліп тұрады. Сол мышканың сол жағына басып, тағы да төмен жоғары осылай қозғап, өзімізге қалай ыңғайлы сол түрін ала аламыз. Міне осылай. Осылай керек пе, қалай керек? Осылай бұру арқылы стрелкамен жасап ала аламыз. Осылай мышканың сол жағына екі рет басып жібереміз де оны бекітеміз. Не болмаса, жаңағы мына жерде де бар отмена. Не болмаса міне бекіту, кадрированиені жасау, не болмаса болдырмау. Мына жерде отменаға басу. Енді Ctrl-Z-пен мен кері өтем. Оны біз білеміз, өттік өткен сабақтарда. Осы Ctrl-Z-ға барсақ, кейін шегінеміз. Сосын айта салайын, мына жерде жаңа көрсеттім, мен жанынан болғанда ширинасын көрсетеді, жоғарысынан алған кезде высотасын көрсетеді деп размерін. Ал енді екеуін қатар көргіңіз келсе, онда мына бұрышынан басқан кезде екеуі қатар көрініп шығады. Осылай. Сосын бізде осы инструмент рамка бойынша қосымша панельдер бар, соларды ашып қарастырайық қазір. Соотношение қоюға болады. Сосын мына жерде өзіміздің керекті жаңа мезгіл көрсеттім. Сол бойынша исходная пропорция өзінің уже бекітілген пропорциясы мінде квадрат 5:7, не болмаса мынаны ортасындағы соотношениені өзгерту арқылы көлденең не болмаса вертикально жасауға болады. Осылай. Не болмаса изображение мында дайын картинкалардың размерін осылай ашуға болады.
ол жерде осылай ауыстыра аламыз соотношениесімен пиксельдер бойынша ашылады ол жерде. Сосын мына жерде бар тағы да так, новый набор кадрирования дейді. Бұнда енді өзіңіз, егер де сіз постоянно бір жерде жұмыс жасайтын, бір жерге бірдей размерде обложка салатын болсаңыз, онда осы жерге өзіңіздің размеріңізді бекітіп қоюға болады. Мысалы үшін осылай деп айтайын. Осылай беріп көрейік. Міне, осы бойынша жасауға болады. Сосын картинканы қалай ауыстырсаңыз да, осы көлем, осы размер өзі қалады. Просто мына жерде кадрированияның ішіндегі суреттің ғана өңі өзгереді, ішіндегі суреттің ғана размері өзгеріп, так размердің өзі сол мөлшерде қалады. Келесі окошкасында бізде мына жерде ширина мен высотаны біз размерін өзіміз бере аламыз. Мысалы үшін мына жерге айтайын 900 деп берейін, пиксельмен бергенде мына жерде 600 деп берейін, или 500 деп көрейін. Осылай. Не болмаса оны осылай көлденеңнен немесе тігінен өзгерте аламыз. Келесі параметр бізде мына жерде разрешение кадра. Енді бұл жерде бізде әдеттегідей размер тұр. Мына жерде пиксель дюймге ауыстыруға болады, не болмаса пиксельді сантиметрге ауыстыруға болады. Сосын өзіңізге керекті размерді осы жерден өзгерте аласыз. Осылай белгілеуге болады. Не болмаса айтар, егер де бұл жердегі размерлер сізге ұнамаған болса, онда олардың барлығына очистка жасауға болады. Очистке басып, тазартып, сосын барып жаңадан қайтадан өзіңізге размер келтіруге болады. Сосын келесі параметрге келетін болсақ, бізде ол выпрямление, яғни түзету болып табылады. Мысалы үшін айтайық, біз мынаны кадрировать еткен кезде байқамай былай бұрып алайық. Байқамай осылай бұрып алған болсақ, онда оның түзу несін келтіру үшін осы выпрямлениенің үстіне 2 рет басып жібереміз мышканың сол жағына. Сонда ол өзі автоматты түрде түзеледі. Осылай. Енді отменаға басайын, тағы бір түрін көрсетіп жіберу үшін. Міне. Осылай. Тағы да жасайын. Міне. Мына осылай қисайып кетті. Енді осыны дұрыстау үшін осыған басамыз. Сосын соның курсорын аламыз, осындай курсор шығады. Сосын картинканың ішіндегі осындай түзу белгіге не болмаса, түзу сызыққа осылай белгілейміз түзуінен. Сонда ол өзі автоматты түрде осылай бізге түзу картинканы жасап береді, келтіріп береді. Отменаға басайын. Келесі параметр ол бізде сетка. Сеткаға басатын болсақ, міне біріншісі ішінен көріп тұрсаңыздар, осындай сетканың түрі белгіленген. Екіншісі жиі түрі, одан кейін диагональ бойынша, треугольник, золотое сечение, мынау фотографтар үшін золотая спираль. Сосын автоматически показывать перекрытие дейді. Бұл жерде ішіндегі сеткалар көрінбейді. Оны программа өзі анықтайды автоматты түрде. Менде мынау тұрады, всегда показывать перекрытие, потому что маған ішіндегі сеткалары көрініп тұру керек. Ол енді жұмыс жасағанға да ыңғайлы өзі солай.
никогда не показывать перекрытиеға басатын болсақ, ол ішіндегі сеткалары көрінбейді. Егер де оған тұратын болса, мына сеткалардың ешқандай мәні болмай қалады, потому что ішіндегі сеткалар көрінбегеннен кейін. Одан кейін цикл перекрытия. Оған басатын болсақ, мысалы үшін қазір осы неде тұрмыз, біз золотое сечениеде тұрмыз. Енді осыған басатын болсақ, онда келесіге өзі автоматты түрде ауысады. Золотая спираль. Келесіге басатын болсақ, мен тағы да келесісіне ауысып отырады. Оның ыстық клавишасы көріп тұрғандарыңыздай цикл перекрытия міне О болып тұр. Просто Оға басатын болсаңыздар, ішіндегі подсказкалар осылай ауысып отырады. Сосын келесі бізде ориентация круга. Оған басатын болсақ, міне ішіндегі спираль мына жерде тұрған болса, қазір тағы да басайық оған, ориентация кругаға, міне мына жерге келіп тұрды. Тағы да басатын болсақ, онда міне мына жерде тұр. Көрдіңіз бе? Тағы басайық, мына жақ жоғары жаққа келді. Осылайша ауыстыруға болады ішіндегілерді. Бұның ыстық клавишасы Shift O болып табылады, міне. Shift Оға басатын болсаңыздар, осылай ауысып отырады. Автоматты түрде. Келесі настройка ол бізде классический режим. Оған қосатын болсақ, мына рамка кадрированияны алып, осылай келтіріп, сосын оны орнынан қозғай аламыз, осылай бұра аламыз. Сосын барып кадрирование жасай аламыз. Мысалы үшін осылай істейік. Бірақ та ол кезде жаңағы картинка қозғалмайды, картинка өзі тұрады. Тек қана рамкасын ғана көріп тұрғандарыңыздай қозғадым, жаңа. Енді біз мына настройканы полностью қарастыратын болсақ, мынаны былай кадрирование рамка осылай кеңінен ашуға болады. Размеріне қарай, сізге қандай размер керек, соған байланысты осылай үлкен қылып, немесе кішірейтіп алуға болады картинканың мөлшерін. Осылай картинканың кезде қозғай аламыз. Байқаған болсаңыздар. Сосын бағана біз классическийда рамканы қозғадық қой, тек қана. Енді мына жерде рамка қозғалмайды, тек қана картинканы қозғаймыз, байқаған болсаңыздар. Так, показать отсеченную область. Енді мынаны алып тастасақ, онда көріп тұрғандарыңыздай сыртындағы бөлініп тұрған объектісі көрінбей қалады. Сол үшін галочкаға қойып қоям, маған осылай ыңғайлы. Сіздер енді өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарайсыздар. Просмотр автоматического центрирования. Мынау тоже центрда тұрған анықтап береді. Егер де осыны галочкаға қоятын болсақ. Включить экран кадрирования. Міне. Бұны алып тастайтын болсақ, онда кадрирование жасайтын экран ондай анық болып көрінбейді. Міне мына жерде уже анық көрінеді. Сосын мына жерде холст заказной алуға болады. Непрозрачность тоже ауыстыруға болады. Міне мына жерде көрініп тұр. Мына жерде көрінбей қалды сырты. Осылай настройканы өз ыңғайларыңызға қарай келістіре аласыздар. Енді келесі инструмент бізде инструмент кадрирования перспективы. Оған басатын болсақ, міне ол осындай болып келеді. Енді бұны осылай бұрыштарын өзіміз басып келістіріп аламыз. Бізге қалай ыңғайлы. Жаңа картинканы қалай кадрировать еткен ыңғайлы, кадрировать етіп алған. Сол үшін осылай
жасап аламыз да, кадрировать етеміз. Бірақ та жаңа сіздер көріп тұрсаңыздар, нестандартны кесті, осылай нестандартны қылып осылай белгіледіңіздер, бірақ та кескеннен кейін ол уже кадрировать еткеннен кейін ол уже ровно тік төртбұрыштың ішіне түседі. Отменаға басайын мен. Міне осылай бұрыштарын ұстайсыздар да, осылай келістіріп алуға болады. Бірақ сол өзінің размері келіп тұр. Не болмаса, мұнда осы инструментті алып, мына жерге мышканың сол жағына басып, точка қоюға болады, нүкте. Бір қойдыңыз, сосын мына жерге қоюға болады, екінші точканы, үшіншіні былай қоюға болады, төртіншіні былай қоюға болады. Сізге қалай ыңғайлы, енді осылай істеген ыңғайлы ма, или рамкамен істеген ыңғайлы ма, соны өзіңіз таңдап аласыз. Сосын осылай ыңғайлап келістіріп алуға болады. Рамканың мөлшерін осылай аласыз. Енді осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын осының барлығы. Егер де түсінбеген жерлеріңіз болса, төменгі комментарийге қалдырып жазып сұрауларыңызға болады. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып жіберіңіздер, қолдау көрсетіп. Каналға тіркеліп алыңыздар, себебі келесі сабақтарда қызықты тақырыптар өтетін боламыз. Көңіл бөліп тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.